Алдар көсе мультсериалындағы ең ақылды кейіпкер кім? Бірақ бірден айтайын, ол Алдар емес. Себебі одан да ақылды бір адам бар. Оны осы видеода анықтайтын боламыз. Бұл Алдар көседегі топ 7 ең ақылды кейіпкерлер. Бірден 7-ші орыннан бастайық. Топ 7-ні ашатын ол бай. Неге бай ақылды кейіпкерлер қатарында деген сұрақ туындауы мүмкін. Әрине, Алдар оны көбінесе алдап кетеді, бірақ қанша дегенмен ол бай ғой. Дүние мүлік табу үшін, ақша табу үшін оған да ақыл керек. Бір сөзбен айтқанда, бай сауданың, қаражаттың кілтін біледі. Оны ауыл тұрғындарынан жоғары қойдым, бірақ бәрібір де бай топтың ең соңғы орнын алады. Себебі келесі топтағылар одан қарағанда ақылдырақ. 6-ші орын, сіз күтпеген кейіпкер. Ол ұры. Не үшін екен айта кетейін. Ұры Алдарды алдап кеткен жалғыз адам. Тіпті бір емес, 2 рет алдаған. Бұлай жасау ешкімнің қолынан келмеген. Бірақ әрине Алдар артынан оның сазайын татқызды. Ұрыны тағы жоғары қоюға лайықты, бірақ ол қатты ақылды болса ұрлықшы болмаушы еді. Топ 5-ті ашатын елдегі ең басты адам ол хан. Елді ұзақ жыл басқару оңай емес, бірақ дегенмен кей кездерде хан ақымақ болып кетеді, ал кей кездерде ақылды болып кетеді. Мысалы, кейде қаптың ішінде жұлдыз бар деген болмайтын нәрсеге сенеді, ал кейде бейшара болып киініп, уәзірлердің қалай жұмыс жасап жүргенін тексереді. Бір сөзбен айтқанда, хан екі түрлі, оның ақылы 50-де 50 жұмыс істейді. Сол үшін бар болғаны 5-ші орын. 4-ші орынды тағы да сіз күтпедіңіз, өйткені бұл орынды өнерпаз жігіт алады. Бір серияда бұл жігіт өнердің түр-түрін үйренеді, музыканы керемет ойнайды, ең соңында шахмат шеберіне айналады. Хан ең мықты шахматшыларды жеңсе, жаңағы өнерпаз жігіт осы ханды жеңіп, бір қап алтын ұтып алады. Ал шахматты мықты ойнау үшін әрине ми керек. Топ 3-тікті ашатын өте құпия кейіпкер. Бала кезімізде оны көргенде бұл не істеп жүр, не үшін жүр деген сұрақ қоятынбыз. Ол әне-міне. Оның ақылы өте жоғары, көп нәрсені түсінеді. Бірақ әне-міне Алдарды алдай алмайды. Сол себепті 3-ші орынға ғана жайғасып отыр. Алдар көсе болса 2-ші орын. Неліктен Алдар бар болғаны 2-ші орында деген сұрақ қоярсыз. Себебі одан ақылды ешкім жоқ секілді көрінеді. Әрине, мен де бастапқыда солай ойладым, бірақ біз тағы біреуді ұмыттық, және де бекер ұмыттық. 1-ші орында Алдар көсе мультсериалындағы ең ақылды кейіпкер, ең ақылды адам, ол өнертапқыш. Бұл кім десеңіз, өнертапқыш ең алғаш таңғаларлық ғажайып деген эпизодта көрсетілді. Ол көптеген ғажайып заттарды ойлап тапқан. Мысалы, өзі тамақ жасайтын қазан, ұшатын кілем, ұр-тоқпақ, ұшатын қайық, осының бәрін өзі жалғыз ойлап тапқан, және оның барлығын бұрынғы заманда ойлап тапты. Анығына келсек, оның жасаған заттарын ешкім жасай алмайды. Тіпті оған Алдардың да ақылы жетпейді. Сол себепті өнертапқыш 1-ші орында. Оған бәріміз келісеміз деп ойлаймын, ал егер келіспесеңіз, әрине комментарийге келіспеймін деп жазып кетіңіз. Видео осымен бітті. Егер бұл топ қызық болса, арнаға жазылып кетіңіз. Себебі келесі жолы бұдан да қызық топтар түсіремін. Сол үшін қазақша контентке барынша қолдау көрсетейік. Әйтпесе, орысша түсіретін боламын.